Соңғы оқыған сөзіміз Бауыржан Момышұлы атамыздың сөзі болды. Айтқанымыздай, Бауыржан Момышұлы атамыз қарттарды төртке бөледі: шал, қария, ақсақал, абыз деп. Және айтқанымыздай, бұл бөлу тәртіп бойынша, яғни дәрежемен, төменнен жоғарыға қарай. Жалпы бұл сөздің білімге де қатысы бар. Ойланып көретін болсақ, білімнің пайдасына, білімнің маңыздылығына да қатысты жері бар. Себебі айтқанымыздай, кімнің өміріне, енді кімнің тағдырына ұзақ жылдар өмір сүру жазылған болса, ол адам міндетті түрде енді қартаяды. Қартаюдан ешкім құтыла алмайды. Бірақ та енді кім болып қартаятындығы бұл енді адамның өзіне қайтады. Сондықтан, егер де мысалы кім жас кезінде білімге қызығып, өмір бойы пайдалы білім жинаған болса, бұл пайдалы білімнен мақсат тек енді шәрғи білім емес. Себебі адам тіпті мысалы мұсылман болмауы мүмкін ғой. Ол қазақ емес, басқа ұлттан болуы мүмкін. Не болса да жалпы адам өмір бойы енді шәрғи білім болмаса да жалпы өзі тұратын жердегі адамдарға, өзінің ұлтына пайдалы бір болатын білім жинаған болса, бұл адам қартайған кезде бұл адам сол өзі тұратын жердің ақсақалына немесе тіпті абызына айналатындығы. Бұл адамда білім болғандығы үшін ол жастарға бір нәрсе үйрете алады, ақыл береді, жол көрсете алады, өзінің білімімен бөлісетін болады. Және жастар да оны құрметтейтін болады, сөзін алады, олмен ақылдасатын болады. Ал енді бір екінші бір адам, мысалы біреу жас кезінде білімге қызықпаған болуы мүмкін, жас кезі бос өткен болуы мүмкін, бос бір күлкімен, ойынмен. Сөйтіп бұл адам қартайғанда, бұл адам енді өзі тұратын жердің бір ақсақалына, абызына айнала алмайды. Бұл адам енді шал болады, немесе көп дегенде қария болады. Яғни бұл адам білімі болмаса да, бірақ та жалпы өзі жақсы адам болса, мүмкін енді бұл адам қария болуы. Ал бірақ та енді адам ақсақал немесе тіпті абыз болу үшін, бұл үшін білім керек. Адамның білімі болуы керек. Сұрақтарға жауап бере алу керек, мысалы жастардың сұрағына, жастарға жол көрсетіп, неше түрлі бір проблемаларды шешіп, мысалы. Енді бұның бәрі білімге қайтады ғой. Білімсіз адам не қылады? Не қыла алады білімсіз адам? Сондықтан бұл сөз, Бауыржан Момышұлы атамыздың сөзі, білімге де өте бір анық дәлел. Яғни білімге болғанда білімнің пайдасына, білім деген қандай бір ұлы нәрсе екендігіне. Себебі міне тіпті осы білімге қарай қарттар да әртүрлі болатындығы. Енді Бауыржан Момышұлы атамыздың осы міне абыз деген сөзіне бір тоқталайық. Мен жалпы соңғы кезде осы міне қазақи білімге қызығып бастағаннан кейін маған бір ой келді. Осы мен нағашы атам кім болған еді, соны жазып көрейінші дедім интернетке. Нағашы атам, мамамның әкесі. Жалпы енді елде болғанда мен түсінетін едім, менің атам қарапайым бір қария емес екендігін. Себебі еститін едім, президентпен кездесті деп. Сөйтіп шамамен түсінетін едім. Менің атам бір танымал адам болып тұр ғой деп. Біріншіден енді соғыс ардагері. Бірақ та бұл енді ондай бір мақтайтындай нәрсе емес, себебі ол кезде енді көп адамдар соғысқа қатысты ғой. Бірақ та енді бұған қоса басқа бір сипаттар бар екенін енді мен түсінетін едім. Бірақ та қызықпағанмын, жас болғаннан кейін. Қызықпағанмын сұрауға, білуге кім екенін. Үйге келіп тұратын еді, біз барып тұратын едік оның ауылына. Сөйтіп жақында енді міне қаншама жылдар өтті, субханалла. Осы міне қазақи білімге қызығып бастағаннан кейін жаңағы ой келді. Атамның атын жазып көру. Сөйтіп жазып көрген едім. Менің атам Атыраудың абызы болып шықты. Растан танымал ақсақал болған екен. Түсінгенім тіпті Атыраудағы ең танымал ақсақал болған. Себебі президентпен бірнеше рет кездескен, бата берген, солардың бірі мысалы Атырауда болған. Назарбаев Атырауға келген кезде сол менің атам бата беріпті. Себебі енді адам бір қалаға барса, сол қаладағы ең танымал ақсақалдың батасын алуға тырысады ғой. Сөйтіп Назарбаев Атырауға келгенде сол менің атам бата берген екен. Жалпы менің атам, яғни түсінгенім, өте бір қазақи адам болған, қазақи тәрбие алған, және өзі де соны адамдарға үйрететін болған, тәрбие беретін болған жастарға. Сол себепті менің атам қайтыс болғаннан кейін оны Қазақстандағы көптеген мысалы танымал жазушылар, ақындар мақтаған екен. Аңыз адам деп, тірі кезінде Атыраудың абызына айналған адам деп. Сол адамдардың бірі мысалы Иманғали Тасмағамбетов, және Әбіш Кекілбаев, Фариза Оңғарсынова. Енді мен танығаным осы адамдар. Осындай бір қызық бір жаңалық атама қатысты. Жалпы мен негізінде кішкентай кезімнен бері білімге қатты қызығатын едім. Маған ешкім мысалы айтпаған, оқы деп, бірақ та мен өзім оқығанды ұнататын едім кішкентай кезімнен. Жалпы мен бастауыш класста енді 5-ке оқығанмын, одан кейін ударник болып қалдым, басқа мектепке көшіп. Сөйтіп мен жалпы 7-ші классқа дейін, намаз бастағанға дейін жақсы оқығанмын.
маған ешкім оқы деп айтпады, бірақ та өзім жалпы ұнататын едім оқығанды. Кәдімгідей бір азартпен оқыған едім. Мысалы, мен тіпті кішкентай кезімде анық есімде, боранды күндері, жаңа сабақ таңертең болады, күн боран болып тұр, қыс уақыты, қараңғы. Сол күндері мысалы мүмкін бір балдар сабаққа бармаймын деп жылайтын болса, мен керісінше сабаққа барам деп жылайтын едім кішкентай кезімде. Одан кейін тоже анық есімде, сол бастауыш класстарда мысалы мен мектептен келгенде киімімді шешпей, сумкамды лақтырып жерге, жаңа кітаптарды, дәптерлерді шығарып, үй жұмысын қылатын едім. Яғни киімді шешпей, тамақ та жемей, қатты бір қызыққаннан білімге. Енді осыны мен түсініп жатырмын. Жалпы мен ойлайтын едім, әкеме тартқан шығармын деп, себебі мен әкем ғалым болған адам. Мен әкемді кішкентай кезінен оқымысты болған. Жаңағы алдын сол СССР кезінде Ленин партасы деген болған ба, класста мысалы ең үздік оқушы отырады сол жерде. Менің әкем сондай болған, енді білуімше. Есімде қалған жалпы кішкентай кезімде естігенім. Жалпы енді одан кейін де әкем оқуды тоқтатпаған, мамандығы физика математика, профессор болған менің әкем. Мен ойлайтын едім, енді осы әкеме тартқан шығармын деп. Жалпы қазақта мақал бар ғой, тектіден текті туады, тектілік тұқым қуады деген. Адамның ата бабасы қандай болса, оның ұрпақтары да сондай болатындығы. Әрине енді барлық кезде емес, бірақ та ол кей кезде болсын шығып тұратындығы. Мысалы, егер де кім ғалым болған болса, оның ұрпағында кейін болсын біреулер шығады, білімге қызығатын. Бұл енді айтқаным қысқаша өзіме қатысты. Жалпы мен сонда білімге қызығуым тек сонда әкем жағынан емес, тіпті анам жағынан да солай екен. Яғни түсінікті. Неге білімге қызығатындығым. Нағашы атам Атыраудың абызы болған екен. Тіпті тек білімге қызығу емес, соңғы кезде менде бір ашылып жатқан нәрсе қазақи білімге қызығу. Мүмкін енді осы мен атамнан жұққан нәрсе шығар маған. Сондай бір ой келе бастады. Жалпы білімге қызығу әкемнен тіке берілген шығар. Ал енді қазақи білімге қызығу мүмкін атамнан жұққан шығар. Сөйтіп міне қаншама бір жылдар өткеннен кейін шығып жатыр бұл нәрсе менде. Бірақ та негізінде шын айтсам олай емес. Мен негізінде кішкентай кезімде де қазақи білімге бір қызығатын едім. Есімде мектепте мысалы маған ашық сабақтар болса, маған жаттатқызатын еді жаңағы бірнеше түрлі өлеңдерді, патшалардың бір сөздерін. Одан кейін мысалы есімде 6-шы сыныпта апай бір тапсырма берген еді. Абай Құнанбаев жөнінде буклет жазу. Жалпы мен енді айтқанымдай азартпен оқығанмын, қызығып өзім. Сондықтан апай тапсырма берсе, мен оны жақсы қылуға тырысатын едім. Қалай болсын солай емес, бір құтылу үшін бір-екі бет қыла қойып мысалы жұмысты. Мен барынша жақсы қылуға тырысатын едім. Сөйтіп сол енді есімде. Абай Құнанбаевтың мен буклетін қылдым, бірнеше бет қылып. Кейін апай ата-аналар жиналысында сол буклетті көрсетіп, мен мамамды енді мақтаған еді. Мені мақтаған еді мамама айтып. Сол мысалы буклетті мен жазып отқанымда ұзақ мүмкін отырғанымнан шығар, мұрнымнан қан кеткен еді. Сөйтіп Абай Құнанбаев қайтыс болғанда, қателеспесем, сондай бір қисса бар енді, мұрнымнан қан кетті деген. Соны бір есіме түсіріп, енді Абай атамыз жөнінде жазып жатырмын ғой буклетті, әсерленіп, сөйтіп жаңағы қисса есіме түсіп, одан сайын бір әсерленіп, шабыттанып. Одан кейін жалпы шын айтсам, Қазақстан жөнінде бір жақсы бір жаңалық естісем, мысалы, немесе газеттен бір оқысам, жалпы қуанатын едім, өзімнің елім үшін, ұлтым үшін. Бұның бәрі сол 7-ші сыныпқа дейін болды менде. Одан кейін 7-ші сыныпта намаз бастап, бұның бәрі маған қызық болмай қалды. Енді мен тек діни білімге қызыға бастадым. Сөйтіп міне қаншама жылдар өтті, діни білім енді барымызша, шамамыз жеткенше алып көрдік. Бұл енді діни білім алудан менің мақсадым бір енді ғалым болу емес, хақты баяндау еді, пайдалы дұрыс болған бір ақиданы тарату. Соны енді міне қылғаннан кейін, жалпы өмірімдегі ең үлкен бір мақсатты мен қылғаннан кейін, соңғы сабақтарымда мысалы жихад фард айн екендігін баяндап, иадат фард айн екендігін баяндап, осылай бір умматыма қатысты болған бір үлкен бір мәселені баяндағаннан кейін, умматыма қызмет қылғаннан кейін, менде енді қайтадан бір сол ұлтымның біліміне қызығу қайтып пайда болғандығы, қазақи білімге. Енді болашақтағы менің планым осы міне діни білім мен қазақи білімді бірге алып кете беру, екеуінің арасын жинау. Сөйтіп иншалла ислам умматына да, одан кейін өзім ұлтыма да бір пайдалы адам болу. Жақсы, енді бұл записті соңғы запис қылуға тырысамын. Сондықтан бұл записте қазір қалып кеткен кейбір мәселелерді бір айтып шығайын. Айтқанымыздай, бұл енді көргеніміздей және естігеніміздей бұл сабақтардың көбі негізінде тілге қатысты болды.
қазақ тіліне қатысты. Сондықтан осы жалпы тілге қатысты, елге қатысты тағы да бір мәселелерді айта қояйын, сөйтіп иншалла бітірейік сабағымызды. Айтқанымызда енді қазақ тілі жалпы әдемі, және мұсылман адам мәңгүрт болмау керек, өзінің ұлтының тілін яғни білуі керек, тарихын білуі керек. Бұның ешқандай бір зияны жоқ, артық етпейді. Жаңа тілге қатысты бойкот мәселесі. Айтқанымда мен жалпы енді елдің жаңалықтарын көріп тұрамын, шын айтсам маған бұл қатты ұнамайды. Елдегі кейбір бір жағдайлар, мысалы жаңағыдай қаншама видеолар бар. Адам мысалы қазақ тілін талап етсе, автобуста, ресторанда, басқа да бір жерлерде ол адамды мысалы шығарып жібереді. Автобустан түсіріп тастайды, немесе тіпті жаңағы милиция шақырады. Адам Қазақстанда, қазақ жерінде, қазақ адам қазақ тілін талап қылғандығы үшін. Бұл вообще не масқара, мен түсіне алмаймын. Сондықтан айтып жатқаным, енді ешқандай бір жаңағыдай бір ашуланып керек емес, жай бір жұмсақ тілмен жүрген жерімізде қазақ тілін жалпы талап етіп жүрсек болатындығы. Яғни төбелеспей, ұрыспай, радикал болмай, жоқ. Жұмсақ. Сөйтіп иншалла мүмкін қазақ тілі растан болашақта иншалла дамуы. Одан кейін біреулер енді жаңағыдай нәрсені айтады да, сол мәңгүрт болған адамдар, немесе орыстардың өздері Қазақстанда қазақ пен орыс тілі тең деп. Бірақ та енді ең қызығы, олар тең деп тұрып қазақша білгісі келмейді. Тең болса енді неге олар қазақша үйренбеске, неге біз тек орысша үйренуіміз керек? Одан кейін жалпы тілден басқа мына жер мәселесі. Айтқандай, мұсылман адам енді ұйықтап жүрмеуі керек. Мұсылман адам егер елде тұрып жатқан болса, елден кететін ойы болмаса, онда ол жаңағыдай бір алыс болған бір мақсаттармен өмір сүрмей, сол өзі тұрып жатқан жердегі проблемаларға ол қызығуы керек. Ол проблеманың дінге қатысы болмаса да. Яғни мысалы қазір мүмкін бір бауырлар Палестинаны ойлауы, Палестинаның жағдайы, сөйтіп жүріп адам, енді Палестина бізден алыс қой, тем более ол жерге ешкім бара алмайды, кіре алмайды. Біз Палестинамен тек енді сол жүрегімізбен біргеміз, тілімізбен, яғни тілден мақсат жалпы қолдау, баяндау. Бірақ енді адам мысалы Палестина деп жүрген кезде Алла сақтасын, біздің жеріміз, біздің еліміздің өзі Палестина болып кетуге. Қалай десек, жаңа екі көршіміз, орыстар немесе Қытай, біз ұйықтап жүрген кезде армандармен бір өмір сүріп, немесе бір қол жетпейтін бір мақсаттармен өмір сүріп, сол бір хилафатты аңсап, Палестинаны бір қолдап, енді бұл тек мұсылмандарға қатысты әңгіме айтып жатқаным. Осылай бір жүргенімізде Алла сақтасын, Қазақстанның өзі Палестина болып кетіп, Израильдің орнында жаңағы Россия немесе Китай болып қалуы. Жалпы мұсылман адамға бұл мәселелер де маңызды болу керектігі, дінімізде жаңағыдай нәрсе жоқ. Адам мұсылман болса, оған дүние мәселелері вообще қатысты болмау керек деген, ойламау керек деген. Адам қай жерде тұрып жатыр, сол елдің проблемасы оған да бір маңызды болу керектігі. Біздің елдегі мысалы тіл мәселесі, жер мәселесі, субханалла, мен бауырлардан естігенмін, бізде мысалы елде кейбір жерлер иелері қытайлықтар екен. Қазақ адам қазақ жерінде бір жерді арендаға алғысы келсе, ол жердің иесі қытайлықтар екен. Бұл вообще қалай болып кетіп жатыр? Біреу бар ма мысалы осыған көңіл бөлетін, елінің жеріне бір болашағына? Алла сақтасын, ертең бір 10 жыл, 20 жылдың ішінде Қазақстан картада мысалы көк болып емес, енді жаңа байрағымыздың түсі қызыл болып кетуден толықтай Қазақстан жері бұдан Алла сақтасын, Қытайға қосылып кетіп, ұйғырларды алып қойғандай қазақ жерін басып алып қытайлар, немесе орыстарға қосылып кетіп. Енді бұның бәрінің қайсысы болса да Алла сақтасын, бұл екеуінің де енді дінге бір қатты бір зиян жері бар ғой. Себебі бір еркіншілік ондай болмайды да. Қазақстан орыс жаңа Россияға қосылып кетсе де, Қытайға қосылып кетсе де. Алла сақтасын, яғни өз жерімізде құл сияқты өмір сүріп қалуымыздан, мешіттер жабылып, қазақша сөйлегендігіміз үшін может бізді біреу қамап, соғып, азаптап, бұндай өмірден өлім артық болады да, еркек адам үшін. Сондықтан енді мұсылманбыз, ақида дейміз, бірақ та біз не болса да енді бауырлар елде тұрып жатыр. Сондықтан бұл мәселелерден бір алыс болмау керектігі, жалпы саясат мәселелері не болып жатыр, осының бәріне бір қызығып көңіл бөліп тұру керек. Одан жаңа мысалы балабақшалар қазақ тілде ашылмай жатыр ма елде, немесе қазақ тілдегі балабақшалар жабылып жатыр ма, не болып жатыр елде?
мұсылман адамдар бауырлар тоже осыған көңіл бөлуі керек, қарсылық білдіруі керек. Болмайды, яғни орыс тілі деп адам қатты бір әсерленіп кетуі орыс тілімен. Айтқандай, адам кішкентай кезінде мәңгүрт болып өскен болса, орыс тілде сайрап, бұл адамның аллаху алам жаны да бір орыс болып кететін сияқты. Сөйтіп бұл адам өскенде жақсы енді христиан болып кетеді демесек те, бұл адамға ислам дінін қабылдау бір жат болып қалатын сияқты. Нәпсісі, жаны оны қаламайтын болады, ұнатпайтын болады. Ол мүмкін оны ойлауы. Яғни бұл кішкене бір артқа кету деп, жабайылық деп бұл адам я мұсылман болуы. Себебі ол өзінше орыс, ол бір современный адам, кішкентай кезінен орысша сайраған адам. Сөйтіп ол білімді де орыс тілінде алған адам, ол орысша ойланады. Еш күмән жоқ, бұндай адамнан осындай бір нәрсе шығып қалуы, яғни кішкентай кезінен ол орыс тілде сайрағандығының бір жаман бір әсері болуы болашақта. Ислам дінін ұнатпай қалуына, мысалы, қабылдамауына. Христиан болмаса да мүмкін ол атеист болып шығуы. Себебі жалпы мен бір видеолар көргенмін, бізде енді атеисттер де бар ғой, кезінде де болған, понятно. Бірақ та сол атеист балдар мысалы көбінесе орысша сөйлейді. Тоже жаңа мысалы әскер мәселесі мен түсінбеймін, тоже елде не болып жатқанын. Обал просто жас балдар, енді олар мұсылман болмаса да, бірақ та жалпы енді, яғни олардың ішінде кім мұсылман емес білмеймін. Бірақ та не болса да бұл жақсы емес екендігі. Обал жас балдар армияға барып не болып жатыр, екінің бірі өліп жатыр ма елде. Мен қанша рет осы жаңалықтарды көрсем, постоянно осындай жаңалық шығады. Тағы да біреу өлгендігі әскерден. Не болып жатыр, субханалла. Әскердің бір сол жердегі ең бір үлкендері орыстар емес пе осы қазақ балдарын қырып жатқан. Жақсы, енді альхамдулилля бізде бауырлар әскерге бармайды ғой, баруға болмайды ғой. Бірақ сонда да енді бұл мәселе айтқандай. Бұл мәселелерді кішкене бір қызық қойсақ болады. Енді сол жерде өмір сүріп жатқаннан кейін браттар кететін ой болмаса қызығып тұру керек елдің жағдайына. Жақсы, енді иншалла осымен тілге қатысты, ұлтқа қатысты әңгімемізді бітірейік. Айтқандай, мұсылман адам ұлтына пайдалы болу керек. Ұлтшыл болуға я болмайды, бірақ та ұлтжан болса болады және растан болу керек. Бізде тіпті дағуаттан мақсат енді осы, дінге қызметтен мақсат осы, адам өз ұлтына қызмет қылуы, яғни дағуат қылуы. Әрбір адам өз ұлтын тозақтан құтқаруға тырысуы керек. Бұның шариатқа, ақидаға ешбір қарсы жері жоқ. Жаңа куфр бит тағут ақидасына, такфир ақидасына. Такфир айтқанымызда я, бұл біз үшін керек. Кім мұсылман емес екенін білуіміз, одан кейін ол адамға сай бір мәміле қылуымыз үшін. Ал бірақ та бұдан кейін ол адамды енді тозақтан құтқару, оған дағуат қылу, оған жақсылық қалау, ол адам ислам дінін қабылдауын біз жақсы көруіміз бұл болады. Сондықтан бауырларға насихатым, осыған дейін біз бұл ақиданы баяндадық, қатты болған бір ақиданы, сөйтіп біреулер ойлап қалуы мүмкін бұлар дейтін бір халықтың жауы екен деп, такфир қойып жатыр деп өз ұлтына, не деген бір жаман адам деп. Бірақ енді айтқанымыздай, біз енді ұлтымызға жақсылық қаласақ та, біз не болса да енді шариатқа бағынамыз. Шариатта енді айтылған кім мұсылман екендігі, кім мұсылман емес екендігі. Ондай нәрсе жоқ дінімізде. Адам өзі мұсылман десе, ол мұсылман деген. Жоқ, адам амал қылу керек. Раббысына құлшылық қылуы керек. Растан жүрегінде иманы бар екенін дәлелдеуі керек, амал қылып. Кім енді Раббысына құлшылық қылмаса, аз дегенде намаз оқымаса, бұл адам жүрегінде иман жоқ деген сөз. Енді біз бұл адамды қалай мұсылман дейміз? Одан кейін намаз оқса, одан кейін ол Раббысына серік қоспау керек құлшылықта. Қабырға құлшылық қылмау керек, аруақ демеу керек, әулие демеу керек. Кім егер аз дегенде намаз оқып Раббысына серік қоспаса, бұл адам біз үшін бауырымыз. Аз дегенде осы бір амалдар болуы керек. Одан кейін, тіпті енді жау болсақ та, біреу жау десе де, онда мен дос жаумын, қас жау емес. Жау болудан мақсат құр жауласу емес, біреудің бір ашуына тиін деп, жоқ, жақсылық қалап жауласу. Абай атамыз болғандай, қазақтың дос жауы болғандай. Тек мақтай беру енді бұл дұрыс емес қой, тек қолдай беру. Жаңағыдай мысалы біреулер иржа ақидасында болады, қазақ халқы, қазақ ұлты машалла мұсылман, біз әлмейсақтан бері мұсылманбыз деп мақтай беру оңай ғой. Бірақ та болмайды бұлай құр мақтай беруге, бұның зияны бар. Адам шыншыл болу керек. Біреулер мысалы өзімізше бір жұмсақпыз, мейірімдіміз, халқымызды жақсы көреміз деп алдайды біреулерді. Сен Раббына серік қоссаң да, намаз оқымасаң да сен мұсылмансың деп. Сөйтіп ол адам жаңағы бір жылы сөзге, жұмсақ сөзге мәз болып алданып қалады да, сөйтіп субханалла өзінің ширкінде, күфрінде өліп тозаққа мәңгі кетеді. Жаңағы адам соны алдаған, мына осы адам ол жақсылық қылды ма? Осы ма жақсылық? Керісінше жақсылық деген адам хақты айтуы, кімге ол ұнаса да, ұнамаса да шыншыл болуы.
міне осы растан дұрыс болған, яғни насиха, адамға жақсылық қалау. Енді жақсы, жаңа Палестина жөнінде айтып қалды, Алла сақтасын деп, Қазақстанның өзі, яғни мұсылмандардың бәрінің ойы сол Палестина деп жүрген кезде Қазақстанда тұрып алып, Палестина деп жүргенімізде өзіміздің жеріміз енді Алла сақтасын дедік, Палестина болып қалудан бізді Россия басып алып немесе Китай басып алып, бұлай болмау үшін айтқандай адам кішкене ояу болу керек, аңқау болмау керек. Одан кейін енді жалпы бұл сабақтарымызды Палестинаға қатысты бір сөзбен аяқтайын. Енді Палестина жағдайы әлі сол көріп тұрғанымыздай, тіпті ислам умматы бұған үйреніп қалған болса да керек, Палестинадағы соғысқа. Палестинаға қатысты айтқым келген нәрсе, соңғы кезде бауырлардың арасында жаңағыдай бір сөз тарап жатыр екен. Палестинаның өзінің раббысы бар деген сияқты. Яғни мысалы біреу браттардан сұраса, не істеуіміз керек деп, бірдеме қылуымыз керек еді ғой десе, айтады, Палестинаның өзінің раббысы бар деп. Жаңа Абдул-Мутталиб айтқандай, Кааба жөнінде, Каабаның өзінің раббысы бар деп. Енді бұл сөзден мақсат не? Егер де адам Палестина үшін жаны ашып, дұға қылып жүрген болса, одан кейін дұғамен шектелмей, тілімен де Палестинаны қолдап, жалпы джихад мәселесін қозғап, ислам умматын джихадқа шақырып, бірақ та айтқанымызда енді, ислам умматында қазір күш аз, сондықтан да аз дегенде иадатқа шақырып, бірақ та бұл иадаттан мақсат не болса да соғысу болу керек. Адам мысалы иадат ниетімен білім алса болады, бірақ та ол біріншіден не болса да сонда джихадты қолдаған адам болу керек. Себебі иадат джихад үшін ғой. Ал енді адам құр білім алуы, джихад жөнінде мүлдем сөйлемей, джихадты ұнатпай, мужахидтерді ұнатпай, бұл адам құр білім алғаннан пайда жоқ. Сондықтан егер де адам мысалы барынша енді бір өзінің үлесін қосып жатқан болса, деп жалпы біздің уақытта джихад фард айн деп, джихадқа қатты көңіл бөлуіміз керек деп, джихадсыз еш нәрсе болмайды деп, мына патшалар, иттер көріп тұрғанымыздай бәрі бір-бірімен дос, сол яһудтармен де дос. Бұларды жоқ қылу үшін мұсылмандарды күш болу керек. Ал бұларға үміт артып отқан қандай ақымақ болу керектігін мен түсінбеймін. Яғни иншалла осы бір патшаларымыз Палестинаны яһудтардан азат етеді деп егер де біреу күтіп отқан болса, бұл не деген ақымақ екенін мен түсінбеймін. Бұл адам ғалым болса да. Сондықтан күш өте маңызды екендігі айтқандай, машалла, көрдік күштің жалпы маңыздылығын, әсерін. Шам жерінде бір-екі аптаның ішінде тағутты қуып шыққандары бауырларымыз Шам жерінде. Осы міне күшпен болды, тек дұғамен болған жоқ, тек біліммен болған жоқ, күшпен болды, қарумен болды. Мұсылмандар бірігіп Аллаху акбар деген еді, бәрі қорқып қашып кетті. Субханалла. Сондықтан да кім егер джихадты қолдамаса, бұл адам негізінде растан бір шын жүрегімен бір ислам умматына жеңіс қаламайтын адам сияқты. Енді жаңағы сөз айтқандай, олардың раббысы бар деген сөз. Егер де адам растан өзі бір джихадқа қатты көңіл бөліп тұрып, одан кейін айтқан болса осы сөзді, енді ақи, жалпы альхамдулилlah джихадты қолдаймын, джихад фардайын, иадатты фардайын, ислам умматы себептерін қылу керек деп, Палестинаны азат етулері үшін. Бірақ та не болса да ол жерге кіру қиын. Сондықтан енді иншалла не болса да Аллах оларды тастап қоймайды деп осылай бір айтса, енді бұл дұрыс болар еді. Себебі адам күші жоқ кезде осылай айтса болады жалпы мұсылмандарға, сабыр етіңдер деп. Пайғамбар саллаллаху алейхи Меккеде айтқандай, жаңағы мушриктер әлі Ясирді азаптап жатқанда, өлтіріп жатқанда пайғамбар солай айтқандығы. Сабран деп, сабыр етіңдер. Фа инна мауидакумул жанна деп, иншалла баратын жерлерін жаннат деп, жаннатпен қуантты. Кей кезде мұсылман адам барлық бір себептерін қылып тұрып, ислам умматы күші жетпей қалған кезде осылай бір айтса болады. Енді не болса да иншалла жаннат деп сендерге, сабыр етіңдер деп. Ал бірақ та адам ешқандай бір себептер қылмай, просто так осылай айтуы бұл вообще жаман болған сөз. Не ақида бұл, сопылық па, иржа ақидасы ма, не бұл, или бір мазақ па бұл? Субханалла. Яғни дінімізде қаншама дәлелдер бар, аят хадистер бар, мұсылмандарға көмектесу важиб екендігі. Қайда қалды бұның бәрі? Егер мысалға бір бауырымызға бірдеме болып қалса, сөйтіп құтылсақ болады ма? Немесе осы сөзді айтып жатқан адамдарға бірдеме болып қалса, осылай айтсақ дұрыс болады ма? Енді ол шайхтың, жаңағы сол сөзді айтқан шайхтың раббысы бар ғой деп, раббысы көмектеседі десек. Каждый раз бір мұсылманға бірдеме болып қалса, осылай айтатын болсақ, ақи бір сестра ауырып қалыпты, ақша керек еді операцияға десе, не дейді жаңағы адам? Енді ол сестраның өзінің раббысы бар ғой, көмексіз қалдырмайды деп құтылады ма? Қайда жаңа себеп қылу деген нәрсе, көмектесу деген нәрсе. Сондықтан бұл сөз енді қате екендігі, адам бұл сөзді айтумен бірге себептерін енді қылып жүрген адам болу керек. Жалпы ислам умматы себептерін қылу керек, күшке жетуге. Айтқандай, қазір Шам жері альхамдулилля енді бір жақсы бір өзгеріс болып, сол жерде мүмкін енді мұсылмандар барып, әлем бойынша көшіп барып, сол жерде мүмкін бір нәрселер енді салып, Сирия халқына көмектесіп, ақша жағынан бір үлестерін қосса болатын еді. Соғыс басталып кетіп жатса, мұсылмандарда күш болу үшін.
طيب. والله أعلم وصلى الله